әр театрдың көркем жетекшісі, әр директоры болып, өздерінше бір үлкен патшалықтың иесіндей сезінетін жағдайда жүр. Бұны екеуін бөлу керек. Енді театрдың директорын табу әрқашанда оңай. Көшеден ұстап алып, сәл-сәл қағып сілкіп, сәл-сәл бірдеңе үйретсең, өзі-ақ үйреніп кетеді. Театрдың шағын шаруашылығын, ал көркем жетекшілігін бұл театрдағы басты фигура. Бағыттаушы. Басты фигура бұл. Оның несін айта бересің? Театрдың бүкіл бет бейнесі, келбеті бас режиссерға байланысты. Өзі дүниеде екі-ақ нәрсе бар. Диктатура болады. Диктатуралық заң ерсі болып қабылданбайтын. Бірі әскери тәртіп, екіншісі театр. Мәселен, Табыстанов бұнын Станиславский қанша өлгенше басқарды. Кешегі Любимов 92 жасына шейін басқарып келді. Солар бір адамның талғамы, бір адамның айтқаны, бір адамның дегеніменен сол театрлар әлемге танылған жоқ па енді. Ал егерде театрды демократиялық жолға салып жіберетін болсаң, көпшіліктің коллектив қалай қарайды, анау қалай қарайды, мынау қарайды деп, онда ешқандай да арыстан тумайды, көжектер, қояндар тууы мүмкін. Бірақ бас режиссер тұлға болу керек қой. Ол үшін тұлға болу керек таған, тұлғалық дәрежеге қойған спектакльдер арқылы жету керек. Режиссурадағы мектептің пайда болатын да содан. Сондықтан бізде сол мектеп жоқ режиссура әркім өзінше. Және бір қызығы, біздің қазақ өзі жапалақ сияқты қалыппыз. Бізді таспан ұрса да біз өлеміз жапалақ өледі, жапалақ таспан ұрсаң да жапалақ өледі. Біз әлемге есігімізді ашып қойдық. Жарай саясатты, дінді, азаматтық форум өткізіп жатыр, бұлардың бәрін жарайды. Біз оған араласпай-ақ қояйық дейік. Ал театр әлемінде бізге келіп өзінің спектакльдерін қойып кететін ұлттар өте көп. Бәрі қарақалпағыңда, тәжігіңде, өзбегіңде, татарыңда, орысты айтпағанда. Ал біз неге бармаймыз оларға? Біздің режиссерлар неге үй ішінде данышпан болып көкірегін қаға бермей, неге барып мына тұрған Қырғызстанға барып бір қазақтың пьесасын қоймайды? Неге Талғат Теменев соны алып келе бермей, солардың бір қырғыздарын шұбыртып алып келе бермей, осы биылғы жаздың өзінде екі қырғыздың драматургы кетті. Соларды алып келе бермей, бұлар неге қазақтың пьесасын соларға апарып қоймайды? Неге тәжіктер бізге келеді тағаны өз драматургымен келеді? Түркмен неге өз драматургымен келеді? Қояттағын біз осындағы тамсанамыз. Ал біз қайдамыз? Әшейіні мақтанғанда кәдімгі алақайлап, малақайымызды аспанға лақтырғанда көкке жетеді. Ал үй ішінде айғай, қазан бұзар үй тентек, осы деңгейде қалып бара жатырмыздағын үй данышпандары, доморощенный гений данышпандары. Ал сыртта дауысымыз естілмейді. Осы намысқа тие ме? Тиеді. Сондықтан кино саласында да осындай болып бара жатыр. Кинодраматургияда да Кинодраматургияда маған ол алыс бөтен сала емес. Менде оған киноға көп араласым бар. Бірнеше фильмдер жақында ғана бітті міне біреуі. Бір сұрақ Дуга. Шығармаларыңыз бойынша кино қойылды ғой енді. Сонда оны кино сценарийін өзіңіз жазып бердіңіз бе? Иә. Прозаны туындатып. Иә, біз міндетті. Қоюшы режиссерға көңіліңіз толды ма сонда? Ол Дермене қойылды. Дерменеге о баста көңілім толған жоқ еді. Оны Асекең қойды. Асекең тым асыға түсірді. 13 күнде адам фильм түсіріп бола ма? 13 күнде бір часть фильмді әрең түсіресің. Иә. Бұлар толық метражды көркем фильм түсірді. Қанша дегенмен Шәріп марқұмның, Бейсенбаевтың Гауһар тастың кезінде де алай-бұлай деп едік. Бірақ жақсы фильм болып қалды. Өткен жолы Мұхтар Құл-Мұхаммед осы бірінші рет көрдім екен, әлде енді ғана аяғына шейін көрдім екен, сол көріп алыптағы маған телефон соғып, одағы Гауһар тасты, ана Гауһар тастың керемет фильм ғой, қазақ кино классикасына айналған екен деп айтып қалды. Оны қашан көрдім деп сұраған жоқпын. Тіпті Каукен Кенжетаев марқұмның өзі Гауһар тас фильмінің 30 жылдығын осы Арман кинотеатрында атап өттік. Ол кезде кім ана Сергей Азимов, қазақ фильм президенті, сол бәріміз өткізіп, сол кезде Каукен Кенжетаев шай іштік қой фильмнен кейін. Сол кезде бір қызық күлдіргі әңгіме айтып еді. Отыр өзі, таяғына иегін қойып, қасына барып отырып, қалай дем алып отырсыз ба десем, әй Дулат, мен ойланып отырмын дейді. Не ойланып отырсыз?
мынау Гауһартас классик екен ғой. Мен жақсы рөл ойнаппын ғой дейді. Сіз енді көрдіңіз ба? Десем айтады. Енді көрдім осыны толық дейді. 30 жыл өтті ғой, 30 жылдық юбилейін талқылап біз тойлап жатырмыз ғой десем. Анау алғаш баяғы 75 жылға 31 декабрь күні мына кино үйінде премьерасы болғанда мен келмей қалып едім. Одан кейін телевизордан беріп жатты, кинотеатрларға барған жоқпын. Телевизордан беріп жатты, жұлып-жұлқып көруші едім әр жерінен. Енді түгел көріп отқаным осы. Тұтас қабылдау мәселесі. Мына экранда тұтас көрді, үлкен экранда. Мынау жақсы екен ғой. Менің өлім кәдімгідей жақсы рөл екен ғой деп өзі қуанып отырды. Есіңізде ме Доке? 1987 жылы мен бір қазақ киносының ұлттық беті қайды деп мақала жазып, онда Соловьев, Герасимовтың шәкірттеріне, сосын орыс кинодраматургтерінің сырттан қол салғыштығын бәрін сынаған едік. Сонда сіз айтыс туып кетті, одан кейін сіз мақала жаздыңыз. Бізде бір кемшілік бар, осы күні бүгінге дейін біз мынау режиссерлардың соңынан ілесіп көрдік. Бірақ осы Ресейден орыс драматургтерінің кино туындыларын ала бермей, біздің режиссерлар киноның ұлттық беті болу үшін неге мына прозаның ізімен жүрмейді, неге біздің прозалық туындыларымызды оқымайды? Бейімбет Майлиннен бастап, мысалы Мұхтар Әуезов дегендей деп мақала жазған едіңіз. Ал бүгінгі жағдайы қалай осының? Кинодраматургияның бірінші. Содан кейін әлі іштен кинорежиссураның. Қолбек содан кейін іштен өзгермей жатыр ғой, сонысы қиын болып жатыр. Былтыр бір алдыңғы жыл ма осы Абайдан кейін қазір өзгерді ме деген теледебат болған, сонда мен жоқ деген пікірде болған, өзгерген жоқ, тек галстугымыз өзгерді. Газ жағатын болдық, телефон, сотовый телефон, бірақ қазақтың болмысы әлі өзгермей келе жатыр. Сол сияқты әлі күнге шейін жалтақтауымыз, әлі күнге шейін еліктеуіміз, солықтауымыз, біреу басқаға басыру, табынуымыз сол әлі жалғасып келе жатыр, және күшейіп келе жатқан сияқты жылдан жылға. Қаншама фестивальдар өтіп жатыр. Қанша фестивальға қатысып жатырмыз. Бұл қазақ қашан үйрене береді? 72 жыл Совет үкіметі үйреніп келдік, қалай кино жасауға. Қанша плеяда, қанша ұрпақ тәрбиеленіп, Москвадан оқып бітіріп, осында қолына камера алып, түсіріп, қанша әлемдік кино қайраткерлерімен тәуелсіздіктен кейін тіпті Жерар Депардьені баяғыда көреміз деп ойламаушы едік, сонымен қазір бірге сыра ішіп, бірге шашлық жеп, біздің актерларымыз жүр, әбден үйреніп алды. Сонда да біз өнерді үйрене алмай келе жатырмыз. Әлі күнге шейін біз өзіміздің киімімізді біреуге беріп қойып, тамашалап отырамыз. Өзіміздің сыбағамызды біреуге беріп қойып, соған жесе нағып жет дейміз, жемесе нағып жемет дейміз, алдына тосып отырып, келген адамды төрге шығарып береміз. Міне осы үрдіс күшейіп бара жатырдағын жұртқа еліктеуіміз осының бір намыссыздық. Тіпті мына Абылайхан туралы фильмді алайық, көшпенділерді. Осының өзі қаншалықты намысқа тиетін фильм болды. Мен орыс тілінде де, қазақ тілінде де қанша мақала жаздым. Тарихи жағынан да тасалқан қылып, көркемдік жағынан да тасалқан қылып. Бірақ жұрттар сынға елең етпейді екен. Және ызаланады екен. Сені жау көреді екен. Келін туралы да пікірім солай болды. Оны да жер-жерін жеткізіп айттым деп ойлаймын. Содан кейін сол көшпенділердің алғашқы түсірген американдық режиссер кім еді? Менің күнделігін тауып алып, өзім мәдениет журналында жарияладым. Сонда соның мындай сөзі бар. Осындай Қазақстан деген ел бар екен. Түнде маған телефон соқты. Солардың киносын көтеру үшін деп досымы звондадым. Соған барайық. Ол жақта қаламақ берілмейді. Біздің президенттерімізбен олардың президенті келіскен екен. Сол ұлттық киносын көтеру үшін біз энтузиазммен барамыз. Голливудтағыдай үлкен қаламақ талап етпейміз. Сонымен келіп, ақырында 15 күннен кейін кетіп қалды ғой. Мына елдің адамдарымен кино түсіруге болмайды екен. Неге? Мотор деген кезінде актер жоқ. Қайда кетті? Қарындасы тұрмысқа шығып, сонда тойға кетіп еді, Атыраудан сол келе алмай жатыр. Енді мотор дейміз, жоқ, қайда? Машина жоқ, қайда? Баллон жарылып қалды. Тағы да мотор дейміз, жоқ, қайда? Ақша бітіп қалды. Кеше ақша қайда? Бензин қымбаттап кетіп, сол бензин жоқ болып түсіре алмай қалдық.
тағы да осындайлар құдалыққа кеткен актерлар. Сонымен бұл елменен фильм түсіруге болмайды екен деп, шөншігін жинап кетіп қалды дағы. Соның бір айтқан сөзі бар. Мен соны фильм түсіруге бардым, бірақ Абылай деген хандары болған екен. Ал сол Абылай ханның рөліне бұлар Голливудтың актері мексиканского происхождения, сол адамды таңдап, соған келісіп отыр. Ал меніңше олардың бұл саясат дұрыс емес дейді. Өйткені әр ұлттың өзінің ұлы тұлғаларын сол ұлттың өкілі ойнау керек. Тамаша. Бізге сөйтіп аузымызға шайнап салып беріп отыр. Соны тыңдап отырып, сатып алды Нарымбетов кімді? Мұстафа Шоқайдың рөліне Бейшенәлиевті шақырды. Сонда мен де қарсы болдым. Осыны қашан қойды. Мәншүктің рөлін қырғыз актрисасы ойнайды. Бауыржанның рөлін қырғыз актер ойнайды. Сендерде бір намыс бар ма? Неге қырғыздар еш уақытта қазақты бас рөлге шақырмайды? Неге осындай бір қарсы сұрақ қойып көрмейсіңдер өздеріңе? Сендерде намыс, бұл жерде тек қана үлкен ақылдың, білімнің керегі жоқ. Азғантай ғана намыс болса болды. Элементарный. Сен намыс жоқ. Ал мына да Бейшенәлиев ойнаймын. Мынандай актердің соңынан, егер де мен Мария болатын болсам, ол же опера әншісі ғой. Оны Москва шақырып жатыр. Оны Ташкент опера театры шақырып жатыр. Красавица, керемет әнші, сопрано колоратурный. Соның өзі бас тартып Мұстапаның етегінен ұстады. Мұстапаның сөйтіп соңынан Парижге барып, тамақсыз картошканың қабығын тағы да аршып сорпа жасап, Мұстапаны көтеріп күтіп отыратындай махаббат болу үшін Мұстапа қандай адам болу керек? Ол жанып тұрған от. Ол Керенскиймен бірге оқыған. Ол бірінші тілді біледі. Ол Керенский оған ішкі істер министрінің портфелін ұсынған. Сол кезде мен өзімнің елімнің шаруасы көп деп кетіп қалған адам. Сондай адамның соңынан әрине ондай сұлу әйел етегінен ұстайды. Мына Бейшенәлиевтің соңынан мен әйел болсам еш уақытта ермеймін. Ол мен түгілі өзінің қарабасын алып бере алмайды. Бұнда тек хронологически Тбилисиге барды, Түркияға барды, үйтті деп Бейшенәлиев қырғыздың актеріне қылып ойнатындар. Олардың айтсаң айтады, маған бәрібір, маған образ жасаса болды. Неге қырғызға бәрібір емес? Неге Жапонға бәрібір емес? Неге тәжікке, өзбекке бәрібір емес? Неге қазаққа бәрібір болады? Сонан оңтүстік Кореяға барып спектакль қойып көргеннен кейін сол жақтағы жағдайлар жайлы айта келіп бір пікір білдіріп едім. Оны кейін Герольд Бельгер соны бір мысалға келтіріпті. Өзінің плетение чепухи деген бар ғой өзінің циклы.